20 жасында Олимпиада чемпионы атанған қазақ баласы марқұм Бекзат Саттарханов ағамыздың Олимпиада ойындарындағы финалдағы қарсыласы, яғни өзінің спорттық мансабындағы соңғы қарсыласы америкалық Рикардо Хуарес жайлы оның кәсіпқой мансабына байланысты ақпараттармен бөлісемін. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Жоғарыда аталған Бекзат ағамыздың Олимпиада ойындарындағы финалдағы қарсыласына байланысты және оның алдында кәсіпқой бокстағы бірнеше соңғы жаңалықтар сіздердің назарларыңызға. Алдымен өзбекстандық қандасымыз, Азия және әлем чемпионы Руслан Абдуллаев 6 наурыз күні ақш-тың Калифорния штатында өзінің кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Кәсіпқой бокстағы Русланның алғашқы қарсыласы болып мексикалық Валенсуэла Альваре қарсылас атанбақ. 36 жасар мексикалық боксшы кәсіпқой бокста 23 жекпе-жек өткізіп, оның 19-ында жеңілген. Үшеуінде жеңіске жетіп, бір кездесуінде жекпе-жегін тең нәтижемен аяқтаған. Үш жеңісінің екеуінде дебютанттарды жеңген екен. Кәсіпқой боксқа үйренісіп, жалпы кәсіпқой боксты сезінуге Русланның қарсыласының рекордын сынаудың қажеті жоқ деп есептеймін. Естеріңізге сала кетейін, Олимпиада ойындарынан кейін Русланның кәсіпқой боксқа ауысқаны жайлы ресми мәлімдемелер болған болатын. Дегенмен де, ол 2025 жылғы ресми Өзбекстан кубогіне қатысып, Өзбекстандағы өзінің бірінші нөмірлі боксшы екенін дәлелдей отыра, өзінің ұлттық құрамадағы орнын бекітіп қойған еді. Қандасымызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта да кәсіпқой бокста Русланның атой салатынына күмәніміз жоқ. Руслан өзінің алғашқы кездесуін келісімді салмақта өткізетін болады, 65 келі 800 граммда. Ал кешті ұйымдастыратын әлемге әйгілі боксшы, танымал промоутер Оскар де ла Хойя, яғни Golden Boy промоутері компаниясы. Өткен аптада Али Ахмедовтен басым түскен Польша мемлекетінің боксшысы Мацей Сулецкий жекпе-жектен кейін алғаш рет сұхбат берді. Ол өзінің гонорарына байланысты журналистермен пікір алмасқан екен. Оның сөзі бойынша, бұл жекпе-жек үшін ақша көп төлемеді. Мен үлкен тәуекелге келдім. Қазақстанға қарсыласымның жеріне бардым. Қарапайым адам үшін бұл аз ақша емес шығар. Бірақ бокс әлемінде бұл өте аз. Бірақ мен тәуекелге бардым және ол өзін ақтады деп поляк боксшысы ашық сұхбат берген екен. Естеріңізге сала кетейін, бұл жекпе-жекте Сулецкий WBC Silver белбеуіне иеленіп, әлемдік рейтингте де 23-ші орынға дейін көтерілді. Бұл дегеніміз алдағы уақытта тағы бір үлкен жекпе-жекке шығуына үлкен жолдама алды десем қате айтпаспын. Жалпы кәсіпқой әлемінде танымал агент және инсайдер америкалық Рик Глейзер орта салмақта WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы қазақ боксшысы Жәнібек Әлімханұлына қатысты жағымды пікір қалдырды. Оның ойынша, дәл осы күні 72 келі 600 грамм салмақ дәрежесі бойынша король ол Жәнібек Әлімханұлы. Оның ойы бойынша бұл дивизионда Жәнібекті жеңетін боксшы жоқ. Нақты пікіріне тоқталатын болсам, Адамс пен Шираздың жекпе-жегінен кейін орта салмақтың королі деп Әлімханұлын айта аламыз ба? Әрине айта аламыз. Нағыз король. Оған жаңа белбеу үшін Ларамен емес, Адамс пен жекпе-жек өткізу керек. Ширазды да сызып тастауға болмайды. Ол келер жолы міндетті түрде чемпиондық титулын алады деп өз сөзін аяқтаған екен. Естеріңізге сала кетейін, Жәнібек Әлімханұлы 5 ақпанда Астанада өзінің қос белбеуін қорғайтын болады. Бұл жолғы оның қарсыласы франциялық боксшы Анауэль Нгамисенге болмақ. Бұл жекпе-жекке байланысты да кездесу жақындаған сәтте толығырақ тоқталатын боламыз. Және Жәнібек шаршалаңға көтерілетін бокс кешіне байланысты билеттер бүгінгі күнде сатылымда. Ең арзаны 20 мың теңгеден басталып, ал ең қымбат билеттер 255 мың теңге тұрады екен. Естеріңізге сала кетейін, бұл бокс кешінде Жәнібектен бөлек танымал боксшылар Батыр Жүкенбаев, Сұлтан Заурбек және өзбекстандық екі дүркін Олимпиада чемпионы Бахадур Жалоловтар да жұдырықтасады. Енді ары қарай шығарылымда қазақтан шыққан 20 жасар Олимпиада чемпионы марқұм Бекзат Саттарханов ағамыздың Сидней Олимпиадасындағы ақтық бәсекедегі қарсыласы америкалық Рикардо Хуареске байланысты қазақ боксының жанкүйерлері үшін кеңірек ақпараттармен бөлісемін. Рикардо Хуарес марқұм Бекзат ағамыздың түйедей құрдасы. Ол да сәуір айында дүниеге келген. Әуесқой бокста 1999 жылы ақш-тың Хьюстон қаласында өткен әлем чемпионатында топ жарды. Ол кезде де қазақ боксшысы Бақтияр Тілегеновпен шаршалаң төрін бөлісіп 4-1 есебімен жеңіске жеткен екен. Олимпиада ойындарына алтын медальға басты фавориттердің бірі болып есептелді. Дегенмен ақтық бәсекеге дейін қарсылас жақ келтірмеген Хуарес финалда Бекзат ағамызға жол берді. Сол финалдық кездесуден кейін көптеген қазақ боксының жанкүйерлері Хуарес жайлы ақпараттарды білмеуі де мүмкін. Жас боксшыларымыз жалпы жанкүйерлердің назарына біліп жүрген артық етпес деген мақсатта Хуарестің кәсіпқой бокстағы мансабы жайлы қысқаша айтып беремін. 2001 жылы кәсіпқой бокста дебютін жасады. Есте қалған жекпе-жектерде айтарлықтай кездесулеріне тоқталатын болсам, 2004 жылы Захир Рахим есімді жеңіліс дәмін татып көрмеген боксшымен кездесіп, төрешілердің бірауыздан шешім бойынша жеңіске жетті. Сол кезде Хуаресте жеңіліс дәмін татып көрмеген боксшы еді. Одан кейін алғаш рет 2005 жылы әлем чемпионы Умберто Сотоға қарсы кездесуде тұңғыш рет кәсіпқой бокста жеңіліс тапты. Одан кейін 2006 жылы
Сол кездегі WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы даңқты мексикалық Марк Антонио Баррераға қарсы 2-1 есебімен жеңіліп, өте тартысты кездесуде көзге түсті. Ал дәл сол жылы қыркүйек айында Баррерамен өткен екінші кездесуде бір ауыздан жеңіліске ұшырады. Одан кейін Хуарестің тағы бір есте қалған кездесулерінің бірі мексикалық бірнеше дүркін әлем чемпионы атақты Пакьяоны нокаутқа жіберген Хуан Мануэль Маркеске қарсы кездесуі. Бұл жекпе-жекте WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағы сарапқа салынды. 12 раундқа жоспарланған жекпе-жекте де Хуарес Маркеске қарсы жекпе-жек соңына дейін шыдап берді. Дегенмен Маркес бір ауыздан 12 раундтың 10 раундында жеңіске жетті. 58 келі 200 грамм салмақ дәрежесі бойынша өткен кездесуден соң Хуарес 61 келіге ауысты. Ол жерде де өзін жақсы қырынан көрсете білді. Бұрынғы әлем чемпионы аргентиналық Хорхе Родриго Барриосқа қарсы өткен кездесуде ұпай санымен жеңіске жетті. Дегенмен бұл жекпе-жек рейтингтік кездесу болған болатын. Рикардо Хуарес кәсіпқой бокста жалпы саны 42 жекпе-жек өткізді. Оның 30-ында жеңіске жетіп, 21 қарсыласын нокаутқа жіберді. 11 қарсыласынан жеңіліс тапса, бір жекпе-жегінде тең түсті. Одан кейін 2010 жылы да әлемге танымал боксшылардың бірі Хорхе Линарске қарсы кездесуде ұпай санымен жеңіліп қалды. Ал кәсіпқой бокстағы ең соңғы жекпе-жегін 2015 жылы Робинсон Кастеллансқа қарсы өткен кездесуде WBC тұжырымы бойынша күміс белбеуінен айырылған болатын. Осылайша бокс қолғабын шеге келген Хуарес өкінішке орай кәсіпқой бокста толыққанды әлем чемпионы атана алмады. Мінекей құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, шығарылымға байланысты өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Көбірек репост жасап, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.